Бүгінгі қоғам түрлі сенімдер, мәдениеттер мен көзқарастар қатар өмір сүретін орта. Әр адам өз дүниетанымына сай өмір сүруге, сенімін таңдауға құқылы. Бұл құқықты құрметтеу өркениетті қоғамның басты белгісі. Толеранттылық бар жерде адамдар бір-біріне қорықпайды, өз ойын ашық айта алады және қоғамда сенім мен тұрақтылық қалыптасады. Керісінше төзімсіздік пен өзгені жоққа шығару қоғамды бөлшектеп, араздық пен сенімсіздікке әкеледі. Сондықтан діни айырмашылықтарды қауіп емес, қоғамның байлығы ретінде қабылдай білу маңызды. Толерантты қоғамда әр адам құрметке ие, өзгешілік күш ретінде бағаланады және диалог жанжалдың алдын алады. Нағыз мәдениет өзгеше ойлайтын адаммен де сыйластықты сақтай білу. Өйткені бір-бірімізді тыңдау арқылы ғана ортақ құндылықтарды таба аламыз. Бейбітшілік пен тұрақтылық заңдармен ғана емес, адамдардың бір-біріне құрмет көрсетуімен сақталады. Сондықтан толеранттылық жай ұғым емес, ол қоғамның болашағына салынған инвестиция.